Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен ет қосылған бәліштің рецептімен бөлісемін. Бәліштің қамырын дайындауымыз үшін бізге 550 грамм ұн, 200 мл ерітілген сары май, 200 мл сүт, 1 жұмыртқа, 2 ас қасық қаймақ, 1 шай қасық қант, 1 шай қасық қопсытқыш, 1 шай қасық тұз қажет. Ең алдымен жұмыртқаны, тұзды, қантты, қаймақты, ерітілген сары майды, сүтті құйып, жақсылап араластырып аламыз. Үстінен ұн мен қопсытқышты салып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Қамырды целлофан пакетке салып, 30 минут тоңазытқышқа қоямыз. Текшелеп туралған 400 грамм етті, 4 картопты, 2 пиязды, 1 шай қасық тұзды, 1 шай қасық бұрышты, жарты қасық тмин мен орегanoны қосып, қоспасын дайындаймыз. Жақсылап тұрып, араластырып аламыз. Қамырды кішкене және үлкен етіп, 2 бөлікке бөліп аламыз. Қамырды видеода көрсетілгендей сопақша етіп жайып аламыз. Артық шеттерін кесіп алып тастаймыз да, үстіне қоспасын саламыз. Енді қамырдың екінші бөлігін жаямыз. Видеода көрсетілгендей жолақтарға кесіп алып, безендіруге дайындаймыз. Бәлішті өз қалауымызша безендіруімізге болады. Үстіне 1 жұмыртқаның сарысы мен 1 қасық сүтті араластырып, жағып шығамыз. Бәлішті 180 градус қызып тұрған пеште 1 сағат пісіреміз. Бәлішіміз дайын, астарыңыз дәмді болсын. Егер рецепт ұнаса, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.